Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Аяулы дин қардашлар. Ибн Аббастан, Аллах онымен разы болсын, еткерілген. Алладың елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтқан: Зүлхиджа айдың бірінші 10 күнінде етілген игі істерден сүйіклі зат Құдайға жоқ. Олар сахаблар сұрағанлар: О Алладың елшісі, Алладың жолында етілген жихадтан да артық па деп. Алладың елшісі жауаплаған саллаллаху алейхи уассалам: Алладың жолында етілген жихад та Зүлхиджадың бірінші 10 күнінде етілген игі істермен теңлес туыл. Тек жихадқа өзінің яныман бары мүлкімен шығып, өзіне бір затта қалдырмаған адамнан басқа. Олай дегеніміз, өз яшауында саулай мал мүлкін Алладың жолында шығарып, өзіне бір затта қалдырмаған адам. Хадисті Аль-Бухари келтірген. Алла Тағала бізге бары мұсылманларға өзінің шет қайырсыз юмартлығынан сауғалап, амал береді. Алладың жолында жихад еткенлермен, ислам дініне құллық еткенлермен өз алал ісіңмен теңлеспеге, игі іслеріңмен олардан артық болмаға. Бұл дұрыс хадисте ашықлап жазылуша, Зүлхиджа айының бірінші 10 күнінде етілген игі іслерді Алла Тағала бек күшлі барынан да артық сүйеді деп. Басқа заманда Алладың жолында етілген жихадтан да артық сол іслерді. Біз білеміз бе, Алладың жолында жихад деген не екенін? Алла Тағала оға қайдай сый беретағанын. Ол затты аңламаға бізге көмек етер имам Муслимнен, Аллах оны өзі қоршаласын, еткен хадис. Абу Хурайра еткергенше, Аллах онымен разы болсын, бір адам Алладың елшісіне келеді, айтады: Маға жихадпан теңлес болған істі көрсетші. Ол жауаплайды: Мен ондай таппайман. Соң қосады: Мужахид жихадқа шыққанда, сен мешітке барып, намазға тұрып, оны бөлмей қылып боларсың ма? Ауызды ашпай ораза тұтпаға. Ондай затты кім етіп болайық, дейді адам. Абу Хурайра қосады: Ақиқатлайда, мужахидтің байлы аты да отлап жүргенде, оға игі іслер жазыладылар. Сонымен аяулы аданаслар, сосы дұрыс, сенімлі хадиске көре, Алладың жолында етілген жихадпан теңлес болу үшін ар заманда тоқтамай намаз қылып, ораза тұтып тұрмағы керек. Мужахидлер жихадта болған шақлы. Абу затлар етілініп болмай таған затлар. Амма Аллах бізге амал берген Зүлхиджа айдың бірінші 10 күні. Қайдай болса да игі іслер сосы күнлерде. Артық қылынған намазлар, тұтылған ораза, берілген садақа, қардаш туғанлармен арады бек ету, ата-анаға, юқларға артық ес ету, қиынлыққа түскенлерге ярдамласу, Аллаға сүйіклі, басқа заманда етілінген жихадтан да артық. Соның үшін көп мұсылманлар сосы күнлерде Құрбан байрамға дейін 9 күн ораза тұтадылар. Игі іслер етпеге талпынып тұрадылар. Келіңіз, сосы амалды ебермейік. Жихадқа теңлес істі етпеге, оннан да артық болған істі етпеге асығайық. Зүлхиджа айдың бірінші 10 күніндегі іслерді етейік. Алла Тағаладың разылығын алар үшін. Зүлхиджа айы бұл 19 июньде тамбызда келеді. Алладың ең сүйіклі адамлары басқаларға пайда әкелетаған адам ақында озған ема сөйлеген едік. Бір адамды Алла Тағала yoldan бұсырманларға зиян келтірмесін деген ниетпен шөкірлі бұтақты тайдырғаны үшін кешірген деп айтылған еді. Соннан абытлап, біз өзіміздің Зүлхиджа айында етілінейік игі іслерімізді тізіп салмаға керекпіз. Соннан ең үлкен пайда алу үшін біріншілей өзіміздің бұсырманларымызға көп пайдалы болу үшін. Сосы ойымызды яшауға шығару үшін бек көп амаллар бар. Кім көп ақша табады, басқа біреулерге ақшалай көмек етпеге боладылар. Кімде ару байланыслар бар, белгілі адамдармен біреуді құлыққа түсірмеге, оқуға түсірмеге көмек етпеге болады. Кімде сондай амаллар жоқ, мешітке барып, оны инамаға болады, яда басқа іслерде көмек етпеге болады. Сосы іслер Алладың бек сүйетаған іслері. Олай дегеніміз, сосы іслерде бұсырманларға пайда бар. Өзікті біреуде қосымша намазларды қайдырған жоқ, оразаларды, бөтенде тахаджуд намазды, Құран оқуды, зикірді. Ақиқатлайда, сосы іслерде Алла Тағала сүйетаған іслер. Оларға мане бермей қоймаға ярамайды. Бөтенде Зүлхиджа айдың бірінші 10 күнінде. Сау болыңыз. Алладың саламы рахимлігі болсын сізге.